кейбір мәселелерді шешу үшін олар әйел алмасады. Яномами тайпасының жабайы дәстүрлері жайлы сіз не білесіз? Қазақ контентін қолдау мақсатында менің арнама жазылып, қызықты видеоларды тамашалай аласыздар. Яномами тайпасындағы қоғам ішіндегі жақындық пен бірлік рәсімдері, яғни отбасылардың ақыл-ойға қонымсыз әйел алмасу дәстүрлері бізге жабайы және азғындық болып көрінуі мүмкін. Дегенмен, бұл дәстүр халықты әдеттен тыс біртұтас төзімді етеді. Яномами деген кім? Яномами қазіргі Бразилия мен Венесуэла аймақтарындағы Амазонка өзенін мекендеген ежелгі тайпа. Олардың керемет күрделі әлеуметтік жүйесі этнографтарды әлі де қызықтырады. Сырттан келгендерге олардың салт жораларының толық тереңдігін түсіну мүмкін емес. Жергілікті дәстүрлердің ең оғаш жері тайпалық жиналыстарда жиі болатын уақытша серіктес алмасу. Бұл процесте терең мағына бар. Оның көмегімен барлық маңызды мәселелер шешіледі, және ол ережелермен қатаң түрде реттеледі. Ал рәсімнің өз туралы айтпас бұрын туындауы мүмкін негізгі қате түсініктерді талқылайық. Бұл азғындық емес, бұл қоғамдық бірлік. Түсінетін бірінші нәрсе, Яномами азғындық жасайтын орман адамдары емес. Мұнда бізге таныс отбасылық құндылықтар бар. Ерлі-зайыптылардың бір-біріне деген адалдығы маңызды. Бір адамға деген сүйіспеншілік ұғымы бар. Серіктестер ұзақ жылдар бойы бірге өмір сүріп, күшті одақтар құрады. Дәл біздегідей отбасылар ортақ баспана салып балалы болады. Дегенмен Яномамидің бір-біріне деген көзқарасы сәл өзгеше. Әйел тауар емес, саудагер. Бұл видеоны көрген көптеген оқырмандар, мейлі ер адамдар болсын, мейлі әйелдер болсын, мұнда әйелдер әлеуметтік, экономикалық және тіпті саяси мақсаттарда қолданылатын тауар ретінде әрекет етеді деп қателесуі мүмкін. Көптеген ежелгі тайпаларда мұндай дәстүр орындалып жатады. Бірақ Яномами арасында серіктестер алмасу әрқашан өзара келісімдер негізінде жүреді. Мұнда ерлермен қатар әйелдер де белсенді рөл атқарады. Неліктен және қалай серіктестермен алмасу керек? Яномами тайпасы серіктестердің уақытша алмасу арқылы шешілетін мәселелер ауқымы өте көп. Тіпті саяси мәселелер де шет қалмайды. Тайпадағы көршілес қауымдастықтардың жетекшілері жанжалдасып қалады да, олар өздеріне ең қымбат нәрселермен алмасып, диалогқа дайын екендіктерін көрсетуі керек. Ал қазіргі тілге аударсақ, бір тайпаның қыздары басқа адамдардың ұлдарымен келіссөздерге барады. Бір коммунадағы көршілер таласып, басқаларға тыныштық бермегендіктен, оны өзгерту қажет. Өзара түсіністікке келу үшін қарсыластың орнында болу керек деген тұжырым бар. Яномами серіктестермен немесе жұбайларымен алмасу арқылы келіспеушіліктерді шешіп, ұжымдық әл-ауқатқа басымдық беруге дайын екенін көрсетеді. Ал бұл жерде мүлікті айырбастау және басқа нәрсені иемдену емес, өзара сыйластық пен абырой туралы болмақ. Осы видео ұнаса, лайк басып және арнама жазылып, мені қолдасаңыз алғысым шексіз қадірменді көрермен. Менің арнамнан алда осындай қызықты және таңғаларлық видеороликтерді тамашалайсыздар. Сіздермен болған Арай Факт арнасы.